أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Бүгін Алла қаласа махраж сабағының ең соңғы сабағы хайшум деп аталатын сабаққа да келдік. Алла қаласа бұл ең соңғы сабақ. Яғни хайшум дегеніміз тәжвид ілімдегі мұрын қуысының аты деп аталады екен. Яғни мұрынның қатысымен шығатын, мұрынның көмегімен дыбысталатын әріптерді махраж ілімін хайшум деп атайды екенбіз. Ол әріптерге бізде нун және мим әріптері жатады. Нун және мим әріптері. Егер сізде нун және мим әріптерін айтқан кезде мұрныңызды қысатын болсаңыз, онда бұл әріп толығымен дыбысталмайды. Дыбыс үзіліп қалады да. Ал егер де мұрынды ашатын болсақ, ол әріпті толығымен айтады екенбіз. Және де сукунды мим және сукунды нун және тануин ережесіндегі яй әріпін мен уәу әріпін де осы хайшум ережесіне кейбір ғалымдар кіргізеді екен. Жалпы бұл жерде біз қазір айтатынымыз ол кезде де кішкене бір үлесі болады дейді. Ал жалпы нун мен мимге қатысты ең қатты дыбысталатын осы екі әріп екен. Кейбір ғалымдар онша уау мен яй әріптерін онша жатқызбайды екен. Енді мынау әннә, миммә дегенде мұрныңызды жапсаңыз, ол дыбыс үзіліп қалады екен. Сондықтан да бұл мұрынның көмегімен дыбысталатын әріптер осы хайшум махражына жатады екен. Толығымен осы нені жазып алыңыздар. Хайшум ережесін дәптерлеріңізге және мына жердегі суретке мұқият қарайтын болсаңыздар, бұл жерде нун әрпін және мим әрпін айтқан кезде мынандай немен көрсетіліп қойылған. Мұқият қараңыздар. Алла сондай берекелі, пайдалы білімнен етсін. Бүгін біздің осымен дәрістеріміз, махраж іліміне байланысты дәрістеріміз толығымен тәмам. Бір қайталап өтейік. Хайшумнан бізде екі әріп шығады. Жауфтан бізде үш түрлі мәт әріптері шығады дедіге. Жауф дегеніміз ол мәт әріптері шығатын болды. Мәт әріптері. Тілден 18 әріп шығатын болды. Бірақ 10 махраж орны бар. Біз оны 4-ке бөлдік. 10 махраж орны бар. 4 бөлікке бөлдік. 18 әріп шығады. Ал жұтқыншақтан 6 әріп шығады. 6 әріп шығады. Бірақ 3 махраж орны бар. 3 орны бар. Пайдалы білім болсын. Алла осы алған білімдеріңізді осы Құран оқуда, Құран жаттауда толығымен қолданып, амал етулеріңізді Алла нәсіп етсін.